Жолбарыс бойтұмар осында болу тиіс. Осылардың бірінің ішінде. Тамаша, онда тауып аламыз. Бірақ сайысқа қатысу керек. Ең бастысы біздің бәсекелесіміз біреу ғана. Алмалы-салмалы жағы бар мырза. Жоқ. Екі бәсекелес. Бәлкім біздің жолымыз болып кетер. Бастаңдар. Неткен құштарлық. Алда 4-ші нөмірлі қатысушы келеді. 1-ші нөмірлі қатысушымызға жылдамдатуға кеңес береміз. Менің аузыма қатты бір нәрсе түсіп кетті. Рахмет. Бергел. Сен бәлш сұрадың ба? 46 бәлішшеді. Жаңа рекорд. Алақай, бәрекелді. Джеки Чанның басынан кешкендері. Жолбарыс пен марғау. Тоғыз жылды артқа тастап, 12 бойтұмардың бәрі табылды. Джеки Чанның қолында 10 бар, ал менің қолымда небәрі 2 ғана. Вальмонт, сен мені тақырға отырғыздаң. Дегенмен Шендю, ол бойтұмарларды 13-ші секторға тығып қойғанын ескертсек, олай болса өзің білесің. Жаңа жыл жақындап қалды. Егер саған уәде еткен қазынаны көргің келетін ойың болса, жаңа жылға дейін қолымда 12 бойтұмардың бәрі болатын болсан. Есіңде болсан, Вальмонт. Маған Джеки Чан дертіп кел. Егер біз одан жақсылап сұрасақ, бізге 13-ші сектордың қайда екенін айтып қалар. Жаңа жыл мерекесіне ештеңе жетпейді. Тәтті тағамдарға тоясың. Джейд, жаңа жылға дейін бақанда 2 күн бар. Таптым, Джеки. Жолбарыс, бойтұмар ерекше қасиетке екен. Тамаша, мен онымен... Егер бұзық болғаныңды доғармасаң, тез арада Гонконгқа қайтасың. Әрқайсымыз жанжалдасудың қасиетіне иеміз. Ин және ян, жарық пен қараңғы, жақсылық пен жамандық. Джекидің де жаман жағы бар ма? Бар, ол сен. Тепе-теңді күш деген далбаса сөз. Осылай. Сенің солай есептейтініңе қуаныштымын. Онда мынау күші жоқ бойтұмарды 13-ші секторға апарып қояйын. Джеки шаруаларын тындырып келгенше сен атаңа шай демдеп бер. Не? Сызат түскен бе? Бұл қайдан пайда болды? Құдайым-ай. Ол сынып қалды. Аға. Не? Мен тарақанды басып кеттім. Ата, шайың дайын болды. Дәмді екен. Джеки, бұл менің тәттілерім. Сенікі болған, енді менікі.
Джекиге не көрінген? Не болса соған жылай береді. Жиіркенішті неме? Ол балаларға арналған кітап оқып отыр. Ол ас үйде біздің ертеңге әзірленген тағамдарымызды жеп отыр. Джеки? Бойтмар сынған кезде Джекидің яны бөлініп шыққан. Енді жаман Джеки мен жақсы Джеки бар ма? Соған қарағанда мен жаман сияқтымын. Кәмпиттерді жеген сен бе? Сен зұлымсың, түсіндің бе? Жоқ, ол өзінің жақсы жағынсыз қалай әрекет жасауды білмей тұр. Бірақ әрқайсының қолында жарты бойтмар бар емес пе? Өте жақсы. Егер оны біріктірсек, қайтадан бұрынғы Джеки боласыңдар. Мына мен бе? Жоқ, ол қатты кекіреді, және кешірім сұрамайды. Сендер тепе-теңдікті қалпына келтіруге тиіссіңдер. Сен бұл үшін жауап бересің. Джеки? Түнек қолы. Өте жақсы. Бойтмарды жасырыңдар. Енді не істейміз? Оларды өлтіріп жермен жексен қылу керек, көздерін құртамыз. Қайсы дұрыс екен білмейм. Біреу Джеки. Бұл жер балалар жүретін орын емес, қаштық. Жан, сен дәл қазар. Әй, сен оның аузын ашқызбадың ғой. Төбелескен жақсы емес. Ұстаңдар. Мейірбан Джеки кәдімгідей төбелеседі екен. Бірақ оған зұлым Джеки де артық болмас еді. Бүгін Чан ерекше ашулы сияқты. Чаның құрып кетсін. Менің күртемді тартып алды. Күртені қойшы. Оның есесіне нені қолға түсіргенімізді қара. Ол бізді ұстай алмайды. Ол бізде емес, біз оны ұстауға тиіспіз, өніңді өшір. Қане ол? Мә, бәрін ал. Бұл сені құтқармайды есалаң. Бұл кім тағы? Иә, жаңа жыл деген керемет. Сонымен, жарты бойтмар. Бастапқыға бұл да жаман емес. Ал енді әлгі 13-ші сектордың қайда екенін айт. Бірақ... Саған не керек?
Чанды қолға түсірдік. Білем, ол менің қарсы алдымда отыр. Солай ма? Сонда қалай болғаны? Оны біз ұстадық. Сәлем, бәріңе сәлем бердік. Жолбарыс жанжалдасушы жақтарда бір тұтас бүтінге қосатын буын. Егер чан бойтмардай екіге бөлінген болса, демек өзі де жаман чанға және жақсы чанға бөлініп кетуі мүмкін. Сен сонда қайсы чансың? Айдақардың айтқанына сенбеңдер. Сендердің зәрелеріңді алдым ба? Сен жаман емес сияқтысың. Я сені өлтіруге қимай тұрмын. Бастық ашуланып қалар. Бастық келді. Біз сені өлтірмейміз. Маған 13-ші сектордан бойтұмарларды әкеліп бер. Сонда сен ең дәулетті адам боласың. Келістік. Тезірек. Бәрі бұлғарыммен қапталған ба? Ой, байғұс жануарлар ай. 13-ші сектор. Қаштық. Мұнда. Джек, бұл қауіпті ғой. Білемін, от шашулар ойыншық емес. Я, ойыншық емес. Менің екінші бөлігімде қолға түскеніне алаңдап тұрмын. Джеки, бізге көмек керек. Бірақ капитан Блэк сені көргенде не үшін сені құтқару керек екенін түсінбей қалуы мүмкін. Мұны түсіндіру қиын, солай емес пе? Я. Сондықтан маған бойтұмардың жартысын бер. Мұны өзім реттеймін. Түнек қолы Джекиді ұстап алды. Не? Біз оны... Сәл болмағанда алдап соға жаздадың. Капитан Блэк, шын айтып тұрмын. Енді мен алдай алмайсың. Сенің Джекиің осында жүр, әне, кетіп бара жатыр. Иә. Сен бәрін білдірдің. Саған бұл жерге кірме дегенім қайда? Күртең әдемі екен. Тарт қолыңды. Сен жаман Джекиге ұқсайсың. Джеки, бәрі жақсы ма? Қолыңдағы не? Жәшік. Оның ішінде бойтұмарлар бар. Сен жаман жігіт екенсің. Бірақ мен ақылдымын. Жолбарыстың жартысы қайда? Қыдығым келіп кетті. Дөрекі және зұлым Джеки. Мен сені өкпелеттім бе? Кешір. Бұл сен бе? Сен мені сыртта күтуге тиіс болатынсың. Менің жаман жағым бойтұмарларды ұрлап кетті. Бірақ бәрін емес. Міне ұста. Мен оған ұрыстым, бірақ ол... Ұрысқан әсер етпейді. Ұру керек. Міне, бұлай, бұлай. О, не дегенің? Төбелескен жақсы емес. Тоқта, бұлай істеме. Егер түнек қолына бойтұмарлар тисе, бір жамандықтың болары хақ. Бірақ... Сен соншалықты жаман емессің, солай ғой. Атам барлық адамды ин және ян болады деген, демек сенің де жақсы жағың бар. Ин, ян, додо, беду. Джеки. Мен бұл көзәйнегімді жақсы көретін едім. Жақсы көрдің бе? Балаларды ұруға болмайды, біліп қой. Оның бойында да төбелесетін жағы бар. Демек сенің бойында да жақсылық жақ болуы тиіс. Мынау бойтұмарды түнек қолына беремін. Сонда бай боламын. Жәшікті қайтар оңбаған. Олай деуге болмайды. Намысқа тиетін сөз айту да жаман әдет.
Жақсы, Джекиге бойтұмар көмектесетін еді. Қане, ашыл. Қане ауырған жеріңе мұз қояйық. Шаң көрінді ме? Әлі келген жоқ. Сайтаналар не күтіп тұрсаң әрекет жаса. Маған бойтұмарлар керек. Құп болады, сізді түсіндім. Ауырды ма? Ода шаруаң болмасын. Кешір, менің кесірімнен үсті басың шаң болды. Алақай. Бұл бойтұмарлар емес. Жібер. Құтқарыңдар. Джеки. Джейд. Оны өлтіретін өкінішті батыл қыз екен. Бұл біздің Джейд қой. Біз оны құтқаруға тиіспіз. Сен солай ойлайсың ба? Иә, сен де төбелесіп айызыңды қандырасың. 8, 9, 10, 11. Керемет. Мен бойтұмарлардың орнына қайтқанын сезіп тұрман. Мүсін сөйледі ме? Сендер мүсінге қызмет етесіңдер ме? Жап аузыңды. 11,5. Не? Жартысын қайда жібердің? Әрдайым менен көреді. Әйтеуір мен кінәлі болып шығам. Чан? Оның қайсысы бізге жақ екенін ұмытып қалдым. Қара түсі маған жараспайды екен. Біз дайынбыз. Сіздер қарсы емессіздер ме? Қытығым келіп кетті. Кешіріңіздер мені. Екі чанда ғимаратта, бірақ оларда жолбарыс бойтұмарының жартысы жоқ. Бәлкім ол... Осындағы біреуде шығар. Жылауық болғаныңмен жақсы төбелеседі екенсің. Бұл екеуміздің тату болғандығымыздың әсері. Қолыңды тарт. Джеки! Қашып бара тұстаңдар оны. Тоқта! Сен жеңілдің, Чан. Бәрі бітті. Жалғасы бар. Джеки! Иә? Джеки, сен тәттіні жақсы көресің бе? Иә, балмұздақты жақсы көрем. Иә. Мен жеміс және шоколадты балмұздақты ұнатам. Дәмі тіл үйрет. Бірақ балмұздақ семіртеді. Сондықтан бір балмұздақ жеген соң барып жаттығу жасау керек. Тренируйся. Жүрші, шоколадты балмұздақ алып жейік.
Басты рөлде Джеки Чан. Фильмді дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.